Сәлем балалар. Бүгін бізде сабақта әліппе бірінші сынып 27-ші сабақ. Тақырыбымыз О дыбысы мен әрпі. Балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаймыз. Себебі жаңа сабақ сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Сонымен балалар, О дыбысы мен әрпі. О әрпі, яғни қызыл түспен берілген, яғни дауысты дыбыс, О әрпін моншақтардан жасап көрсет дейді. Аналарыңыздың моншағынан өздеріңіз О әрпін жасап көріңіздер, балалар. Ал енді суретке қарайық. Әже не істеп жатыр? Әже от жағып, бауырсақ пісіріп жатыр, балалар. Яғни төменде ненің суреті тұр? Ошақтың. Ошақ. Ошақ. Екі буын. О әрпі бірінші әріп болып тұр, бұл жерде сөздің басында келіп тұр. Енді қасында О деп тұр. Яғни балалар, О қызыл түспен боялған дауысты дыбыс. Енді суретке сұрақ қояйық. Апа, қайда от жақты? Балалар жауап берейік. Апа ошаққа от жақты, Ол не пісірді? Ол бауырсақ пісірді. Осылайша балалар, біздер суретке қарап, өзіміз сұрақ қойып, оған жауап беруімізге болады, Ал енді мұқият оқиық. Ол, сол, ор, ору, он, сона, анау, сона, орал, ора, он, сан, орал, сана. Яғни балалар, бұл сөздерді, сөйлемдерді оқу арқылы біз тезірек оқуға бейімделеміз, Сондықтан балалар, бұл сөздерді қайта-қайта оқып, өзіміздің тілімізді жаттықтыруымыз қажет. Енді келесі тапсырмаға оралайық. Балалар, енді суретке қарап, суретте неше буынға бөлінеді осы суреттегі сөздер, соны бірге орындайық. Бірінші суретте ненің суреті, балалар? Оттың суреті, От. От деген бір буын, О әрпі сөздің басында кездесіп тұр. Екінші суретте орақ, яғни орақ, екі буын. О әрпі сөздің басында кездесіп тұр, Үшінші суретте не берілген, балалар? Доп. Доп деген сөзде бір-ақ буын, бір буын. О әрпі сөздің ортасында келіп тұр. Мінекей балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Яғни тақырыбымыз О дыбысы мен әрпі болатын, балалар. Балалар, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Сау болыңыздар.